Баршаңызға сәлем. Көптен күткен Рамазан айымен құттықтаймын. Ал бүгін жасайтынымыз баунти торты. Ол үшін керегі 2 жұмыртқаны жарамыз. Бір түйір тұз. Миксермен араластырамыз. Қант саламыз. Тағы да араластырамыз. Ақ болғанша. Ванилин қосамыз. Сұйық май. Ыстық су. Енді бәрін араластырамыз. Какаоны 53-тен өткіземіз. Бір араластырып аламыз. Бір шай қасық қосқышты ұнға қосамыз да араластырамыз. Онымызды да бірнеше мәрте 53-тен өткізіп, одан кейін жарты шай қасық ас содасы, соңында бәрін араластырамыз. Қалған ұнымызды тағы да 53-тен өткізіп, бәрін қосып араластырамыз. Табамызға дайын қоспамызды қосамыз. Менің табамның диаметрі шамамен 25-26 сантиметр. Ысып тұрған отына 170 градуста 20-25 минут пісіреміз. Енді кремін дайындаймыз. Сүт құямыз 400 мг. Одан кейін жарма, мен 2 ас қасық салдым. Араластырамыз. Астын қосамыз. Бүкіліп қайнағандан кейін оттан алып тастаймыз. Одан кейін қантты қосамыз. Бір шай қасық ванильді қантты қосамыз. Одан кейін кокос ұнтағын саламыз. 150 немесе 200 граммдай болу керек. Соңында сары май қосамыз. Бәрі дайын болғаннан кейін қант қосылған суды дайын бисквитімізге құямыз. Жұмсақ болу үшін. Ол құйып болғаннан кейін үстіне жаңағы кокос кремімізді қосамыз. Кокос кремімізді бір келке қылып жаямыз. Бірдей болу үшін. Соңында тоңазытқышқа шамамен 30 минутқа салып қоямыз. Қату үшін. Сол кезде шоколадты ганашымыз салу үшін. Құю үшін, бір келкі болу үшін, әдем болу үшін. Солай жеңілірек болады салғанда. Енді сары майымызды ерітеміз. Одан кейін шоколадтарымызды саламыз, ерітіп. Дайын болған креміміздің үстіне қатып қалған үстіне құямыз. Сонда бір келкі болады. Енді бір келкі бәрін бірден жаямыз. Дайын тортымызды тағы да тоңазытқышқа шамамен 2-3 сағаттан қойып қойыңыздар. Бізде бәрі бір-біріне сіңіп, дәмді болады. Енді дәмді тортты шайда ішсеңіздер болады. Шайларыңыз дәмді болсын.